Скальпельдің орнына сәуле орталық Азиядағы алғашқы гамма-найф Қазақстанға келді. Бұл аппарат аты Lexel гамма-найф деп аталады. Бас, ми, қатерлі ісік және қатерсіз ісік ауруларына ем-шара жасалынатын тәсілі осы. Стереотактика, радиохирургия тәсілі. Қазақстан Республикасында бірінші рет орнатып, ем-шарасына қосылып жатыр. Мидағы ісікті радиоактивті сәулемен емдейтін аппарат қалай жұмыс істейді? Біз стереотоксикалық раманы кигізгелі жатырмыз. Негізгі қазіргі заманауи радиохирургияны гамма-ножбен осы стереотоксикалық рамасыз елестетуге болмайды. Бірінші этап ол МРТ-ны қолдана отырып бастың күшін аламыз. Өйткені система білет осы МРТ снимктің арқасында. Дәл қазір міне біз ісікті көріп тұрмыз. Енді осы жерге біз сыртын жаңаға сызып белгілейміз қай жерде орналасқан. Заманауи қондырғының қолданыс аясы қандай? Гамма-найфтың аты бізде Perfection дейді. Perfection дегені бізде кішкене шектелістері бар. Себебі жалпы әрі кеткенде 2,5 сантиметрден артық ісіктің көлемінен алмайды. Шағын көлемдегі ісіктерді алады. Қазақстанның медицина саласында инновациялық технологиялар белсенді түрде пайдаланылуда. Скальпельдің көмегімен жасалатын хирургиялық операциялар артта қалып, оның орнына соңғы жоғары технологиялар келді. Мысалы, мына аппарат гамма-пышақ деп аталады. Оның көмегімен мидағы ісікті емдейді. Армысыздар, эфирде диагноз бағдарламасы бүгін осы гамма-пышақ қалай жұмыс істейді және оны қандай жағдайларда, қандай ауруларды емдеуде пайдаланатыны туралы айтамыз. Гамма-пышақ деген аты ғана, шын мәнінде аппаратта пышақ жоқ. Оның орнына жоғары радиоактивті сәулелер қолданылады. Гамма-пышақ бас ми ісігін, тамырлы және функционалды ауруларды емдеуге арналған радиохирургиялық қондырғы. Мұнда 192 гамма сәулесі дәрігер белгілеген ісік ошағына бағытталады. Радиоактивті кобальт 60-тан шығатын осы сәулелер ісіктің ДНК-ларын зақымдау үшін жұмыс істейді. Ал науқас ешқандай ауырсынуды сезбейді. Ең бастысы адамның бас сүйегін тілудің қажеті жоқ. Бұл аппарат аты Lexel гамма-найф деп аталады. Бас, ми, қатерлі ісік және қатерсіз ісік ауруларына ем-шара жасалынатын тәсілі осы. Стереотактика, радиохирургия тәсілі. Қазақстан Республикасында бірінші рет орнатып, ем-шарасына қосылып жатыр. Ашық хирургиялық операцияларды алмастыратын аппаратты Швециядан әкелген. Бөлім меңгерушісінің айтуынша құны шамамен 1 миллиард 700 миллион теңге. Нейрохирургтардың қолы жете алмайтын өте күрделі жерде орналасқан ісіктерді осы құралдың көмегімен жоюға болады, дейді маман. Бұнда радиоактивті кобальт 60 қолданады. Бұл тек қана тура жаңа ісіктің өзіне әсер жасайды қатты, әр позициясынан да, әр жағынан жаңағы айналасындағы органдарды, яғни тамырлар бола ма, басқа жаңағы бұлшықеттер бола ма, структураларға әсер ешқандай жасамайды, тек қана тура ғана осы ісік өзгерістеріне әсер жасайды. Ерекшілігі бұл аппараттың өте терең, қиын жерде орналасқан ісік процестеріне қатты көмек береді біздің жаңа пациенттерге. 1948 жылы швед нейрохирургы Ларс Лаксель алғаш рет стереотоксикалық раманы жасады. Кейін ол өзге физиктермен бірге осы раманы сәуле көздерімен біріктіріп сынап көреді. Ол мидың кішігірім аймақтарын іргелес тіндерге зақым келтірместен емдеуді мақсат еткен. Осылайша 1968 жылы Швецияда алғашқы гамма-пышақ жасалады. Ондаған жыл бойы құрылғы нейроонкологиядағы ауруларды емдеуде жақсы нәтиже беріп келді. Ал 80-ші жылдардан кейін аппарат Аргентина мен Ұлыбританияға да жетті. Дегенмен гамма-пышақтың қолдану аясы шектеулі, және бұл аппарат тек ми ауруларын емдеуде іске жарайды. Гамма-найфтың аты бізде
perfection дейді. Perfection дегені бізде кішкене шектелістері бар, себебі жалпы әрі кеткенде 2,5 сантиметрден артық ісіктің көлемінен алмайды. Шағын көлемдегі ісіктерді алады, тіпті ісікке байланысты емес басқа аурулар бар. Мысалы, артериовеноздық мальформация дейміз, кавернома дейміз. Ондайларды да жаңа ем-шара қолданады осы стереотаксис радиохирургиясы тәсілімен. Мидың қатерлі ісігі бұл бас сүйегінің ішінде пайда болған түзіліс. Дәрігерлердің айтуынша ісік мидағы жүйке, қан тамырлары, эндокриндік құрылымдарды зақымдайды. Мұндай ісіктер қатерлі және қатерсіз болып жіктеледі. Соның ішінде қатерлі ісік өте тез өсіп, айналасындағы тіндерге қарай өтуімен ерекшеленеді. Гамма-нож кезінде өте үлкен қуаттағы жаңағыдай сәулелер қолданады. Сол себепті жаңағыдай ми жағынан қалыпты ми тінінен ешқандай асқыну болмас үшін және де қалыпты ми тініне нұқсан келтірмес үшін біз әрине өте үлкен ошақтарды біз сәулемен емдете алмаймыз. Мидағы ісік бастапқыда еш белгі бермейді, бірақ ауру тұқым қуалауы мүмкін. Сондықтан дәрігерлер жақындарында жалпы тұқымында ми ісігі болған адамдарға магниттік резонанстық томографиядан өтуге кеңес береді. Бірақ біздің кейіпкеріміздің жағдайы бөлек. Бұл кісіде өкпе қатерлі ісігі. Мен бірінші онкологияда жаттым, 4 химия алдым. Содан кейін 4 химиядан кейін енді результатын білу үшін жаңағы МРТ-ға түстім. Сол МРТ-да жаңағы басымда шағын не бар деді, сосын осы больницаға направление беріп жіберді. Бас миындағы ісіктердің 10-30%-не дейін метастаздан пайда болады. Бұл қан мен ми қан тамырларына, тіндерге, қабығына жеткен рак жасушалары. Көп жағдайда миға ер адамдарда өкпенің зақымдалуы, колоректальды рак, бауырдың зақымдануы, ал әйелдерде сүт безі рагы, меланома, колоректальды рак және өкпе рагы метастаздар береді. Ал ми ішілік метастаздар жатыр, ас қорыту немесе қуық асты безінің қатерлі ісігі кезінде пайда болады. Біз стереотаксикалық раманы кигізгелі жатырмыз. Науқасқа осы раманың арқасында біз кейін МРТ жасағаннан кейін басындағы ошақтың қай жерде орналасқан, маңызды бөліктеріне қаншалықты жақын орналасқан бәрін біз ескере аламыз. Негізгі қазіргі заманауи радиохирургияны гамма-ножбен осы стереотаксикалық рамасыз елестетуге болмайды. Операция алдында науқастың басына жансыздандыратын екпе жасалады, кейін темір қалып кигізіледі. Бүкіл ем-шара кезінде науқас үшін ең ауыр сәт осы ғана раманың кигізілуі. Себебі 4 жерден укол салуға тура келеді, екпе саламыз. Содан кейін жансыздандыратын дәрінің әсерін күтеміз. Темір қалыпты немесе раманы науқастың басына кигізген соң оны магниттік резонанстық томографияға апарады. Науқастың басына раманы орнатқаннан кейін МРТ-ға әкелді. Қазір бұл жерде ісіктің нақты қай жерде орналасқанын тағы бір рет тексеріп, операция жасайтын жердің аумағын нақтылап алады. Ал процедурадан шыққаннан кейін науқас қайтадан күту бөлмесіне келеді. МРТ суреттерін медициналық физиктер қарайды. Біз қазір коллегамыз екеуміз пациенттің МРТ суреттерін ашып, контур жасаймыз. Контур жасаймыз деген ол жаңағы ісіктің қай жерде екенін анықтап, сол жерде ісіктің сыртын былай айтқанда сызамыз. Өйткені біздің аппаратқа бекітілген план, гамма-план деп аталады, компьютерлік система. Ісіктің қай жерде екенін анықтап бергеннен кейін біз сол жерге изоцентр шот деп айтамыз. Бүкіл несін аймақта бетін барлығын жауып, сөйтіп план жасаймыз. Медициналық физиктердің нейрохирургпен бірге жасаған операция жоспары операторлардың компьютеріне түседі. Оператор сол жоспарға қарап әрекет етеді. Бірінші этап ол МРТ-ны қолдана отырып бастың пішінін аламыз. Өйткені система білет осы МРТ снимоктың арқасында
Дәл қазір міне біз ісікті көріп тұрмыз, енді осы жерге біз сыртын жаңағы сызып белгілейміз қай жерде орналасқанын. Глиома мидың қатерлі ісігінің ең көп тараған түрі. Мидың басқа қатерлі ісіктеріне менингиома, ми қабығының ісіктері, невриномалар, жүйке жасушаларының қабығынан пайда болған ерекше ісіктер жатады. Ғалымдар ісіктердің пайда болуының нақты себебін әлі анықтаған жоқ. Бірақ оларға ағзаға енетін токсиндер және қоршаған ортаның ластануы ықпал бар деген болжам айтылады. Бұл жерде бір айта кететін жайт, науқастың негізгі ауру онкологиялық ауру болғаннан кейін өкпе обыры дейді ғой, өкпе рагы. Бұл жерде жиі уақыт өткізген сайын жаңағыдай МРТ-ны қайталаған кезде жаңа ошақтардың пайда болғаны ол ғажап емес. Сондықтан да біз оны өткізіп алмас үшін МРТ-ны 1 мм кескінмен жасаймыз. Операция алдындағы қорытынды тексерудің сыры да осы. Өкінішке қарай біздің кейіпкеріміз өкпе обырына шалдыққан. Рак жасушалары қан арқылы басына тарап, миында ісік ошақтары біліне бастапты. Басқаша айтқанда метастаздар пайда болды. Ал гамма пышақ өкпе қатерлі ісігін емдеуге келмегенімен, мидағы метастаздарды емдеуге жарайды. Ашық операцияға дайындық кезіндегідей емес. Бұл жерде пациент оны таргеттік немесе химиотерапиясын қабылдай береді. Біздің оған ешқандай қатысым жоқ. Біз басындағы патологиялық ошақтарды оған қарамай тәуелсіз ретте емдей аламыз. Бүкіл системаның гамма-план деп айтамыз. Гамма-планның ішінде план жасап жатқан кезде біз бірнеше түрлі индекстерге қараймыз. Сол индекстердің арқасында емдеудің қорытындысы қалай болатынын бағалай аламыз. Осы науқастың емі ол 17 минут, бірақ ол басқа науқастарда 17 минут болады деген сөз емес. Әркімде әрқалай патологиясына байланысты, көлеміне байланысты және де қанша патологиялық ошақтар орналасқанынан басым. Мысалы, егер көптеген ошақтар болатын болса, сәйкесінше уақытта ұзара түседі. Ол 1 сағатқа созылуы мүмкін, 1,5 сағат болуы мүмкін. Науқас емнің жүріп жатқанын шыны керек сезбейді. Өзімен өзі жатады. Біз уақытын айтамыз. Егер қаласа мызғып алуы мүмкін, егер жаңағыдай жоқ ән қойыңыз дейтін болса, қалаған әнін қойып береміз, тыңдап жатады. Науқас белгілі композитор Шәмші Қалдаяқовтың репертуарын таңдады. Міне қазақтың атақты композиторы Шәмші Қалдаяқовтың әндері қосылып тұр. Науқас 17 минут бойы осындай қазақ музыкасын тыңдап, операцияның қалай өткенін де байқамай қалады. Аппараттан бөлек бөлмеде камера орнатылған. Ол науқастың қан қысымы мен жүрек соғысы сынды көрсеткіштерді ұдайы бақылауға мүмкіндік береді. Және бір қызығы аппараттың жұмысын дәрігер бақыламайды. Мына жерде бір атап өткім келетіні, мына пультті, яғни науқастың аппараттың ішіне кіріп, оның ішінде ем қабылдап жатқандағы жалпы жай күйін бақылап отыратында, бұл жерде дәрігер емес, мейірбикенің өзі. Осы пультті басқарып отырады десек болады. Құрметті көрермендер, танысып қойыңыздар, бұл Бекина Әлия Сәрсенбаевна, осы бөлімшенің мейірбикесі. Осы кісінің арқасында біз стереотоксикалық раманы кигіземіз, науқасты МРТ-ға апарамыз. Осы кісінің алтын қолымен жаңағыдай гамма-ножның емін бастаймыз. Бұл кісі әрдайым науқастың жанында, қасынан біте қайнасып кеткен туысқан болып кететіндей деп айтуға болады. Здесь мало кнопок, да. Пульттың батырмасы аз. Мұнда мен үшін уақыт пен науқастың жағдайы маңызды. Егер ол өзін жайсыз сезінсе, мына екі жақты аудио байланыс арқылы бірден хабар бере алады. Мен мейірбике ретінде барлығын монитордан бақылап отырамын. Бізде қазір гамма пышақ блок ашылып жатыр. Бұл Қазақстанда бірінші блок деп есептеледі. Екіншіден бұл Орта Азияда гамма пышақ бірінші. Біздің медбикеміздің жұмысы бұрынғыдай жай ғана жұмыс емес, үлкен науқасты қабылдап, есіктен шығарып салуға дейін бүкілі бұл медбикенің жұмысында. Бізде қазіргі кезде сол үшін медбикемізді оқыттық. Бұл бізде бірдеңкеде оқып келді. Мидағы ауруларды емдейтін заманауи аппараттың өзіндік ерекшеліктері бар. Соның бірі науқас қалаған уақытта операцияны уақытша тоқтатып, кейін қайта жалғастырады. Өйткені мұндай процедура барысында адамға наркоз берілмейді. Ем мысалы ұзаққа созылатын болса, біз кез келген уақытта науқастың қалауымен
емді тоқтатып, жаңағыдай егер шөлеп су ішкісі келсе, немесе қарны ашып қалатын болса, немесе жаңағыдай дәретханаға барғысы келсе, біз емді тоқтатып, науқасты шығара аламыз. Сосын қайтадан оны жалғастыра беретіндей мүмкіндік бар. Бұл жерде біз медициналық физик ретінде жұмыс істеп жүргендіктен біздің функциямызға кіреді. Аппаратқа толық жауап береміз. Таңертең келіп тексереміз. Күнделікті тексеріс, белгілі бір тесттер бар, соларды жасаймыз. Аппарат өйткені бұл айтамыз ғой, жоғары дәлдікпен емдейді деп. Бас ми болғандықтан мидың ішінде қаншама маңызды мидың бөліктері бар. Сол себепті біз 1-2 миллиметрге ығысып кетпеу керек те емдеп жатқан кезде. Дәрігер осындай емге келген науқастарда кейде психологиялық, эмоционалдық тұрғыдан қиыншылықтар болатынын жасырмады. Бірақ ондай жағдайлар өте сирек кездесетін көрінеді. Сонымен операцияға қайта оралсақ, біз аппараттың жұмысы жайлы ақпарат алып болғанша, гамма пышақпен емдеуде аяқталды. Емнен кейін науқасты күту бөлмесіне апарады. Сол жерде оның басындағы раманы шешеді. Болды, ағас. Ем болсын. Жақсы өтті, өте тамаша. Аппарат ешқандай ауырту, ешқандай белгілер болған жоқ, ауыру белгілері. Әдемі-ақ. Шәмшінің әндерін әдемі. 4-5-ші әнде шықтым. 5-ші әннің жартысында шықтым, болды. Әдемі болды. Көңіл-күй жақсы. Біздің кейіпкеріміз Қазақстанда гамма пышақ арқылы операция жасатқан 16-шы науқас. Бұл аппарат ешкім бұрын көрмеген не ғой? Ешкім де білмейді екен, ауырғандардан сұраймыз ғой, бұл қалай деп айтты. Обычно айтпесе науқас адамдар басқа нелерді айтып береді, былай болды, операция былай өтті деп. Қазақстан осындай жоғары технологиялық жабдығы бар тәуелсіз мемлекеттер достастығы аумағындағы 3-ші, ал орталық Азиядағы 1-ші ел. Жалпы әлемде 300-ден астам гамма пышақ қондырғысы бар. Олардың жартысы ақш пен Жапонияда орналасқан. Ісіктің ДНК-сын бұзу біздің бірінші мақсат үлкен дозамен. Және де ісік жасушаларының көбеюіне жол бермеу. Гамма-ножның мысалы әсері бірден көрінбейді. Кем дегенде бірнеше ай өту керек. Себебі ол әсері жаңағыдай үлкен доза берілгенмен оның әсері бірден пайда болмайды. Шамамен 6 айдан кейін уже көріне бастайды. Операция бір реттік, яғни сәулелік терапия сияқты бірнеше сатыда ем жүргізудің қажеті жоқ. Сондықтан бүгінгі таңда гамма пышақ радиохирургиялық емдеудің алтын стандарты болып есептеледі. Бұл аппараттың тағы бір артықшылығы дәстүрлі операциядан кейінгідей оңалту керек емес. Науқас келесі күні-ақ жұмысқа шыға алады. Гамма пышақ Қазақстанда енді ғана қолданысқа енді, сондықтан әлі зерттейтін, бақылайтын тұстар өте көп. Мысалы, бүгінгі операция аяқталды, бірақ медициналық физиктер жағдайды әлі де зерттейді. Осындай метастаздар немесе ісік кезінде тағы қандай жоспар келетінін қарастырады. Міндетті түрде қызығушылық болады, қараймыз, басқа сценарий қалай болар еді, басқаша жасасақ деген сияқты. Өйткені план жасаған кезде, жаңа емдеу жоспарын жасаған кезде абсолютті болмайды ғой, мысалы, осылай жасадың, болды осы сенің 100% соңғы қорытындың деген. Сол себепті біз келесі жолғы пациенттерге басқа қандай әдіс қолданса болады деген мақсатта қараймыз. Техниканың аты техника, сондықтан мамандардан жұмыс кезіндегі қауіп-қатерлер жайында сұрадық. Науқас ішінде жатқан кезде аппарат істемей қалуы мүмкін бе? Аппарат істемей қалмайды дегенде, аппараттың бөліктері жаңағы қуат көзімен байланысты жалғасқан бөліктерінде болмаса жаңағындай мәселе, бірақ аппараттың өзінде ішінде кобальт 60 деген радиациялық көз, ол үнемі өзінен жаңағы гамма сәулелерді бөліп тұрады. Ол тоқтамайды. Оны барып өшіріп тастай алмайсың, қоса алмайсың, ол міндетті түрде жұмыс істеп тұрады. Гамма пышақпен негізінен мидағы қатерсіз ісікті емдейді. Бірақ нейрохирургияда жиі кездесетін артерия венозды мальформация, Паркинсон аурулары кезінде де осы аппаратты қолдануға келеді дейді дәрігер. Адамның қозғалысына байланысты аурулар болады. Паркинсон ауруы мысалы, және де әртүрлі дистонияның түрлері. Сол кезде де гамма-нож кеңінен қолданып жатыр. Сосын психиатриялық кейбір ауруларда мысалы қолданылуы мүмкін. Бірақ ол бүкіл жаңа соңғы айтқандарым ол бүкіл дүниежүзінде кеңінен қолданылып жатқан жоқ.
тек қана кейбір орталықтарда жай эксперименталды түрде жүргізіліп жатыр. Оның мысалдары қандай болатыны ол әрине уақыттың еншісінде, бірақ оның жалпы перспективасы өте жоғары деп ойлаймын. Қазақстандықтар мұндай емді квота бойынша тегін ала алады. Бұрын пациенттерді шетелге қымбат ем алуға жіберуге тура келді. Ал енді ұлттық нейрохирургия орталығына қойылған. Орталық Азия аймағындағы жалғыз гамма пышақ қондырғысы елімізде медициналық туризмді дамытуға да сеп болады деп күтілуде.